Шахтада адам шығыны болмайды дегенге сенуге тырыссақ та шындық басқаша. Бүгін ArcelorMittal Теміртау басшылығы брифинг өткізіп, журналистерге кезекті рет көп уәде тыңдатты. Болған жайтқа өкініш айтылып, болашақта бақытсыздықты болдырмауға тырысатындарын жеткізді. Сенгіміз келеді. Виджай Гоял қайғылы оқиға үшін өз атынан қаза тапқан кеншілердің отбасыларынан, АМТ қызметкерлерінен және жұртшылықтан кешірім сұрады. Спикерлердің бәрі ArcelorMittal кәсіпорындарының жұмысын қауіпсіз етуге ниеттіміз деп сендірді. Бұндай оқиғалар орнамауы керек. Мен осы үшін моральды тұрғыда өзімді жауапты сезінемін. Мен мұнда жұмысшылар мен жұртшылықты өндірісті қауіпсіз етуге ниетті екенімізге сендіру үшін келдім. Бұл өзгерістерді тезірек енгізе алмағаным үшін қатты өкінемін. ArcelorMittal Теміртау басшылығының айтуынша, қазір Ленин шахтасы толығымен тоқтатылып, қауіпсіздік орнамағанша іске қосылмайды. Метан газының бөліну себебі анықталмайынша, барлық өзге шахталарда газсыздандыру және бұрғылау жұмыстары тоқтатылды. Шахтадағы барлық жұмыстар және оларға байланысты тәуекелдер қайта қаралады. Тәуелсіз пікір білдіріп, шахталарда жүргізілетін түгел рәсімдерді қайта қарайтын өзге тарап сарапшылары қатысады. Олар қауіпсіздік тұсын қалай нығайтуға болатын ойластырады. $1 миллиард көлеміндегі шахталарға салынған инвестициялар қазірдің өзінде оң өзгерістер әкелуде. Олардың негізгі бағыттары қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және жабдықтарымызды жаңарту. Алайда Қарағанды көмір бассейнінің қабаттары метанның көптігі мен жарылыс қаупімен ерекшеленеді. Мамандардың айтуынша, шетелдіктер бұл ерекшелікті білмейді. Бұл мәселені Кеңес одағында бірнеше институттар зерттеген. Біздің шахталар әлемдегі басқа елдердікінен қатты ерекшеленеді. Құрылған комиссия Қарағанды облысынан, жалпы Қазақстаннан, Ресейден және осындай шахталармен жұмыс тәжірибесі бар халықаралық сарапшыларды шақырды. Бұл институттарды іріктеуді ArcelorMittal емес, Қазақстан үкіметі жүргізді. АМТ дирекциясының айтуынша, биыл шахталар $147 миллион жабдықпен қамтылды. Оның 40-ы газсыздандыруға жұмсалды. 25 жаңа бұрғылау қондырғысы сатып алынды. Оның 5-еуі қазірдің өзінде жұмыс істеуде. Ішінде Ленин шахтасы да бар. Еске сала кетейік, президент АМТ кәсіпорындарын кешенді тексеруді тапсырған болатын. Бұл ретте биыл АМТ басшылығы экология департаментінің тексерулерінің бірін зауыт аумағына кіргізбеді. Ақнұр Мырзатаева, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5 арна.